Aim is out of sight, wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Додзо YouTube арнасы. Видео басталмай тұрып лайктарыңыз басып, арнаға тіркеп, кез келген жылы комментарияңыз жазып кетсеңіз, мен үшін үлкен құрмет болушы еді достар. Сіздерге көп рахмет айтқым келіп жатыр. 500 подписчикке азғантай қалыпты. Сіздерге көп рахметін тағы да айтамын. Бірінші Алланың қалауымен, екінші сіздердің қолдауларыңызбен өйстіп 500 подписчикке жетіп қалдық достар. Бүгінгі видеоның атауында продажа аккаунттың екінші бөлімі дегендей, маған бір подписчигім жазды. Осылай Додза маған аккаунт сатуға көмектесші, сен менің гарантым болшы дегендіктен оқыған болатым. Аты Асылбек, ник көріп тұрғанда кізідем, маған сеніп тапсырғанды логин паролін берген көп рахмет. Алынша обзорға көшейік. Бүгінгі питомиста Роба бар екен, тағы да Пантера бар екен, және де Панда бар екен. Панданың атын ептіп мафиозник деп қойыпты. Тағы және де олдың персонаждан бастаймыз, немесе қыздың персонаждан бастасақ бола ма? Қызықтырмайтын қыздың персонажбен киімдерін қарайтын боламыз. Тағы осындай персонаждар бар екен. Тағы қызықынде осылай киіп тұр екен. Бұл аккаунтта қазір қысқартқа көретін боламыз. Тағы біріншісі бұл алмазын джекпотта тұрған киім ғой деймін. Алмазын джекпотта тұрған киім. Екіншісі бұл элитный пропуск десек те болады. Үшіншісі бұл халяваны білетін шығарсыздар, бұл халявада берген болатын. Мынау төртіншісі бұрынғы золотой джекпот. Ал мынау да золотой джекпот. Үшіншісі де мынау да золотой джекпот десек те болады. Бұл қыста нахаляваға берген болатын киім болған. Ал аяқтағысы бұл да золотой джекпот десе де болады. Мынаны нахаляваға берген болатын, халяваға берген болатын. Мына загрузка еткен жоқпын, үсті фото жоқ екен. Бұл да халява берген болатын, тек қана кепкісін алыпты бұл бала. Және де бас киімдерін болатын көретін боламыз. Мынау енді жаңа көрсетіп кеттік, мынаны көрсетіп кеттік. Мынандай киімдер бар екен. Мынандай бас киім, бұл бас киімді тоже халяваға берген болатын, бірақ кейбір адамдар ала алған жоқ деп ойлаймын. Мынау итті халяваға берген, мынаны да берді. Мына киім алмазын джекпотта болған, киім емес, бас киім алмазын джекпотта болған. Енді үстін көретін боламыз. Так, загрузтеткен жоқпын ғой бұның бәрін. Керек сонда да көрсете берейік. Үстінде қыздың наборын мынаны көрсеттім, көрсетіп кеттім. Техника бар екен. Және де бұл бұрынғы техника, бірақ қазір алмазын джекпотқа қосқан мына киімдер бар екен. Мынау бар екен, және де мынаның полный наборы жоқ екен. Мына алмазын джекпоттағы киім, мынау золотой, мынау да золотой. Мынау золотой, бұлар тезірек көрсетіп кетсек. Мынау көрсетілмепті, бұл қызыл жетонда тұрған киім десек те болады. Мынаның үсті ғана бар екен. Мынаны көрсетіп кеттік. Енді бұтына келейік. Бұтында мыналарда ғана бар екен. Осылай тезірек көрсетіп кеттік. Так, осылай көрсетіп кеттік. Өзім видеода көріп тұрғандай көрсете берейін. Келе отырғанша дегенім. Осындай бұттар бар екен. Мынандай бұттар. Так, аяқ киімге көшейік. Аяқ киімдерде не бар екен? Так, аяқын сетіп қуатым, шақыра бермеңдерші, видео түсіріп атым деп па. Енді бұл аяқ киім, мынандай аяқ киім бар екен, тезірек көрсетіп кетейік. Мынандай аяқ киім, бәрлеріңіз қазір ұлдың наборын көргілеріңіз келіп жатқан шығар. Мынандай киім бар екен, бұны да халяваға берген болатын, сразу киілетін киім. Енді бұлай персонажға қайтадан кіріп, олдың персонажы ол алокпен ойнайым екен. Алок болғаннан кейін алокпен ойнайтын шығар. Алокқа кіріп көрейік. Алокқа кірдік. Так, енді X-ті басып складқа кіретін боламыз. Складқа кірдік. Загрузка жүріп. Бұл топ игрок бұрынғы магазископты болған, қазір алып тастаған. Және де екіншісі бұл алмазын джекпот, бұл Шелзи, және де Бека YouTube деген танитын шығарсыздар. Осының прическасын ғана киеді. Оны дұрыстап көрсетейін. Бұл екіншісі смокингті бұл пополнение алмазға берген болатын. 100 алмаз саласың, саған осылай береді.
осындай смокингті берген болатын. Ал мынау халява десек те болады, халява. Мынау золотой жекпот, мынау халяваға берген болатын. Мынау да халяваға берген болатын. Мынаны 8-ші халықаралық қыздар мейрамына берген болатын. Мынау халява. Енді ашқан көрейік. Мынау пропуск. Мынаны көрсетіп кеттім. Мынау бар. Және жаңағы маска, мынандай түкке тұрмайтын маскалар. Және китаец бар екен. Китайстың бүткіл наборы бар екен. Және де Қызылжудан қауысатын масы мен аяқ киімі ғана бар екен. Бұл да золотой жекпот мотоциклдің. Және де бұл жаңа көрсеткенде халява. Және де бұл набор емес, бұл жаңағы масканы. Бұны ұту оңай болған жоқ, қиындау болды десем де болады. Мынандай золотой жекпоттың очки, және үстіне көшейік. Топ игроктың үсті, және де пропусктікі, алмаз жекпоттікі. Міне техника бар екен. Техника, қазір техниканы ешкім кимейді деген ойдамын. Және де смокинг бар екен, Қызылжудан қауыстыратын. Асты және бұд аяқ киімі жоқ екен. Және де үсті бар екен. Осындай золотой жекпот. Мынау да халява берген, осындай бар екен. Нандай дейміз, тезірек көрсетіп кетейік. Және осындай. Дене бар екен, бұл денені бүткіл наборы бар ма екен, или үсті ғана бар қойдым достар. Бұл өзімнің аккаунтым болмағандықтан білмейді екенсің. Және топ игроктың бұты, нандай китайстың бұты, Қызылжудан қауыстыратын бұт, мотоциклистікі, осындай. Және де мына бұтты өзім загөрсеткен жоқпын, әлі жаңа обновление болғандықтан загөрсеткен жоқпын. Бұл бұтты барлығы кет деген ойдамын. Барлары сет құрап осы бұтты киіп алады. Және де ең өкініштісі бандит жоқ екен. Мынандай бұт. Мына бұт алмазын жекпотта болды ғой, немесе 300 кристалға сатып алған шығар бұл бала. Қазір осындай бұттар бар екен. Халяваға берген бұттар. Және кроссовкіге көшейік. Осындай аяқ киімдер, осындай аяқ киімдер бар екен. Және де алмазын жекпотта осындай аяқ киім бар екен. Бұл алмазын жекпотта болған аяқ киім ғой. Алмазын жекпотта болған аяқ киім. Және де осындай аяқ киімдер бар екен. Қызыл және де сары. Міне сосын белый орел деген осындай тез келетін ассасинға ұқсайтын осындай не бар екен, набор. Ал лутбокстарын көрейік. Лутбоксында скар бар екен, куплено деп тұр. Наборда науда куплено деп тұр. Расходникта 38 осындай бар екен. 4 камин бар екен достар. 4 камин. 4 камин бар екен достар. Астыға түсейік. Осындай карта уровені бар екен. Енді коллекциясына кірсек те болады. Коллекциясына кірейік. Аватарға кірейік. Аватар осындай. Видео түсіріп атқан осылай шақыра бермейші достар. Қырғыз дейді, шақыра бермейші. Лутбоксқа кірейік. Лутбокста осындай бар екен. Сумкадан тағыз. На сумкаларды білетін шығарсыздар бәрлеріңіз. Және де загөрсетілмепті. Парашютқа кірейік. Парашютты осылай көрсетіп кетейік. Және даскаға кірейік. Элитный пропустың даскалары. Осындай кішігірім даскалары бар екен. Және білетін боламыз. МК-да скин жоқ екен. Астыға түсіп төбеге өтілеміз. МК-ға осындай скин жоқ екен. Және де дравашты скин жоқ. АК-47-де урон двойной дальность минус бар екен. Юмпиға скин бар екен. Және де нада скин жоқ екен. Скарға водяной бар екен. Скарға водяной бар екен. Және де осындай скары бар. Скарлар өте көп екен. Бірақ көпейді екен достар. Және де фамаста осындай скин жоқ. Мынандай скин бар. Және де бұл тұрған М60 пулемет. Және де осындай стенка бар екен. Тәг осындай міне стенасы бар екен. Және де транспортқа кіретін боламыз. Транспортта не бар? Транспортта ештеңке жоқ екен. Эмоцияға кірем. Эмоцияның 3 эмоция бар екен. Мынандай және артқа сальто айналатын. Және осындай чакимен қочау деген сияқты. Әрине достар, видеоның соңында видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпайық. Сіздер үшін тырысып жатырмын. Және де осы аккаунттың бағасын айтпай кетіппін. Бұл баға 2000 теңге. Бұл аккаунтты осындай пропустан басталған екен. Егер де осы аккаунтты алғыларыңыз келсе, адал түрде қорықпаңыздар, ешкім алда кетпейді. Өзім гарант боламын. Менің ВК парақшам описанияда тұрады. Ол описанияға кіріп, маған жазсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған қазақ ютубері Додза. Всем пока.